Қос ғашықтың сезіміне түкірген қатал әке. Сырласу. Нұрбек бүгінде үйіне түнге жақын уақытта келді. Жұмыстан шыға сала досының кафесіне кіріп шу оның сүйікті әдетіне айналды. Сайтан суды ұрттап алмайтын жігіт күн өткен сайын түбіне түсіп бара жатыр. Аяғын шешпестен ас бөлмеге кірді де тоңазытқышты ашты. Кешегіден қалған бөтелкенің жартысы тұр екен. Көзіне одан басқа ештеңе де көрінбеді. Стаканға құйды да көзін тарс жұмып тарс салды. Сүйген қызымен болған жағдайдан кейін Нұрбек өзін тым тастап жіберді. Бәрі де былай басталған еді. Нұрбек жетім өскен бала. Балалар үйінде тәрбиеленіп жүргенде ғаламтор арқылы Жанармен танысқан. Жігіт одан жетім екенін жасырмады. Қыз үшін де ол маңызды емес еді. Ең бастысы Нұрбектің жаман адам емес екенін білді. Жанар оңаша қалғанда Нұрбек туралы шет шағасын анасына айтып көрді. Қызым-ау, енді жетімге тимекшімісің? Ағайынға не айтамыз? Елдің бетіне қалай қараймыз? Достарың не дейді ертең? Күлмей ме? Бізге де құдағи болар адамдар керек қызым. Болмайды деді. Той мам, мен оны сүйем ғой. Кім не айтса да маған қызық емес. Бұл менің өмірім. Анасы тағы бірдеңе десе қызымен сөзге келіп қалатынын білді. Бұл тақырып осымен әзірге жабылды. Қызының бұл жаңалық анасына қатты ұнамады. Әкесі естісе не боларын елестетудің өзі қиын. Құдайым-ау, осынша жыл бетін қақпай өсірген қыздар жетімге жар болмақ па? Жоқ. Анасы тірі тұрғанда олай болмайды. Жалғыз қызын іздеу жоқ біреуге бере салып, ел жұрттың табасына таптағысы келмейді. Не болса да күйеуіне айтуға тиіс. Бұл жаңалық Жанардың әкесін қатты ашуландырды. Үстелді тарс еткізіп жұдырықпен бір ұрды да: ол қыз есінен адасқан шығар. Соның болашағы деп мен мұнда күні-түні тыным таппай жүрмін. Ал ол қайдағы бір жетімге жығып беріп отыр. Бұл айқайды Жанар да естіді. Әкесінің бір бетке мінезін біледі. Ешқашан екі сөйлеген емес. Қазір келіспесе, ертең бұл райынан қайтпайтын анық. Бұл уақытта Нұрбек пен Жанардың сезімдері күннен күнге оянып, бір-біріне бауыр басып қалған еді. Нұрбек пәтер мәселесін шешесімен екеуі үйленетін болып ниеттеніп те қойған. Жанардың әке-шешесінің қарсы екенін ол білген жоқ. Жанар да жасырып жүре берді. Мүмкін көріп, тілдессе ұнатып кетер деген үмітпен Нұрбекті үйіне шақыруды ойлады. Ол ойын кешкі ас үстінде әке-шешесіне де айтты. Немене? Енді сол жетімді үйге келмекшісің бе? Болды, жетер. Енді кездесең айтпады деме. Ол детдомскийдің аяғын аспаннан келтіремін. Қарада тұр. Әке соның жетімдігінен бұрын жалғыз қызына үйленсе, қызының атына беріп қойған пәтер мен екі жердің сол жетімге бұйырып кететіні қатты алаңдатты. Екеуінің арасындағы шынайы сезім оның ойына да кіріп шықпады. Жанарды әке-шешесінің қарсылығы шыңдап тығырыққа тірей берді. Нұрбекке айтуы тиіс. Бұдан әрі бұл жараны жүрегінде сақтап қалмайды. Нұрбек, бірден айтуым керек саған. Менің әке-шешем сенімен кездесуіме қарсы. Енді білсе, әкем екеумізді де оңдырмайды. Үйлену туралы тіпті ауыз аштырмады. Жанар мұңая отырып, үйінде болған ұрысты. Әкесінің жетімге қыз бермейміз дегенін жігітіне жайып салды. Нұрбекке мұны есту оңайға соқпады. Отырған жерінде үнсіз ғана отырып қалды. Бұл кездесу екі ғашық үшін де көңілсіз аяқталды. Әр кездесуден кейін үйіне сондай бір қуанышпен оралатын Нұрбек сол күні барғысы келген жоқ үйіне. Арада бір апта өткенде Жанардың үйінде ұзату тойының сыбысы шықты. Жалғыз қыздарының өмірінде бір-ақ рет болатын қуанышын қаладағы ең әсем тойханада өткізбекші. Бәрі де керемет болар еді, егер Жанарды ұзатқалы жатқан жігіттің орнында Нұрбек болғанда. Жанардың әкесі бірдеңе білінбей тұрғанда қызын өзінің бизнестегі серіктесінің ұлына беруге шешті. Екі жақ келісіп те қойған. Бұл хабар Жанардың төбесінен жай түсіргенде әсер етті. Бірақ қатал әкенің қақарынан қаймыққан қыз әкесіне қарсы шыға алмады. Амалсыз көне берді. Нұрбекке соңғы рет хабарлама жіберді де нөмірін ауыстырып тастады. Сүйіктісінен келген хабарлама жігіттің жүрегіне пышақтай болып қадалды. Оқып отырып, тұла бойы бір ысып, бір мұздап сала берді. Біздің бір бола алмайтындығымызға көзім жетті. Қарсылық көп. Қандай кедергі болса да жеңуге дайын едім.
Бірақ ата-анамның қарсылығының алдында әлсізбін. Олардың ризашылығын алмай, біз бәрібір бақытты бола алмас едік. 2 күннен кейін мен ұзатқалы жатыр. Кешір мені. Шын сүйсең кешір. Таңертең тұрған Нұрбек Жанардың ескі нөмірін терді. Абонент байланыс аясынан тыс жерде. Күні рет 100 мәрте тереді. Бірақ естейтін осы бір жауап. Жанарды өзгенің құшағында елестете алар емес. Неге? Неге ғана солай беріле салдың? Неге күреспедің? Сені сөзсіз бақытты қылар едім. Сөзсіз. Осы бір ащы өкініш 6 айдан бері Нұрбектің жанын тырмалап келеді. Айналып келгенде бар ашуын ащы судан алады. Досы да, сырласы да, жұбанышы да осы ащы су болды.